Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай ерекше дайындалатын кесе самсамен бөлісетін боламын. Рецепті өте оңай, барлығы үй жағдайындағы ингредиенттер кетеді. Ішіндегі де салмасы да өте жұп-жұмсақ, керемет болып піседі. Ең алдымен біз бір стакан суымызға 1 шай қасық тұзымызбен жарты стакан сұйық майымызды қосып, жақсылап жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Жақсылап илеп алған қамырымызды тұндыруға 10-15 минутқа қалдырамыз. Енді тұнған қамырымызды осындай видеодағыдай ұзынша етіп кішкене жайыңқырап аламыз да, оны бөліктерге бөліп шығамыз. Осылай видеодағыдай бөліктерге бөліп шығасыздар. Сосын осындай домалақ пішінге келтіреміз. Кесенің өзіне үлкендеу пішімде болатын болса, ал кесенің тарелкасына кішкілеу көлемде қамыр жасап аласыздар. Оларды кішкене қалдыра тұрып, салмасына мен картошка, ет, пияз, чеснок, көкке мен сельдерейді қостым. Және де сочный болу үшін азырақ помидорды қосып жібердім, 1 помидор. Дәмдеуіштеріне егер тарелкасын астына осылай қалдырсаңыздар да болады.
болмаса кішкене ұзындау етіп өзіне жабыстырып қойсаңыз да болады. Тағы да қамырымызды осылай жайып аламыз да, ұзынша етіп кесіп, құмырамыздың пішімі құмыраға ұқсау үшін оның қалпақшасын жасайтын боламыз. Осылай екі ұзын қамырымызды жайып аламыз да, бір-біріне әдемілеп өріп шығамыз. Өріп алған пішінімізді осылай кесе самсамыздың үстіне қоя саламыз. Және де тұтқасын домалақ пішімде етіп үстіне қоямыз. Міне бірінші біздің кесе самсамыз дайын болды. Енді екіншісіне кірісемін. Екіншісіне дәл сол видеодағыдай істеп шығасыздар. Осы көлем бойынша, осы рецепт бойынша менде құмыра самса, кесе самса 6 дана шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай жасалады. Әрі өте ерекше, керемет тағамның түрі. Жолдастарыңызға істеп берсеңіздер, қуанып қалатын болады. Міне мен біріншісіне үшеуін осылай пісіріп аламын. Бетіне жағуына осылай жұмыртқаның тек сарысын істеттім. Сосын үстіне әрлеу үшін күнжітті қолдандым. Керемет кесе самсамыз дайын болды. Мен духовкада 180 градуста пісіріп алдым. Бір 45 минутта піседі. Осы рецепт ұнаған болса, маған лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп келіңіздер. Жанындағы қоңыраушаны да басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақерке Қасым. Мені тамашалағандарыңызға үлкен рахмет.